Армысыздар, құрметті көрермен, ТВ арнасында кезекті шарайна жаңалықтары. Эфир тізгінінде мен Тоғжан Макатаева. Абай облысында білім беру жүйесін жаңғыртуға бағытталған маңызды жоба жүзеге асырылуда. Өңірде 40 білім беру ұйымы Top IQ Mobile Box автономды цифрлық оқу станцияларымен қамтылды. Толығырақ сюжетте. Абай облысында білім беру жүйесін жаңғыртуға бағытталған маңызды жоба жүзеге асырылуда. Өңірдегі 40 білім беру ұйымы Top IQ Mobile Box автономды цифрлық оқу станцияларымен қамтылды. Бұл қадам аймақтағы мектептердің цифрлық мүмкіндіктерін арттыруға бағытталған. Аталған құрылғылар интернет желісі әлсіз немесе мүлде қолжетімсіз шалғай елді мекендердегі мектептерге арналған. Жасанды интеллект технологиясына негізделген оқу станциялары, интерактивті тапсырмалар, білім деңгейін бағалауға арналған тесттер, бейне сабақтар және электронды оқулықтармен жабдықталған. Мұндай мүмкіндік оқушылардың заманауи білім контентін үздіксіз пайдалануына жол ашады. Бүгінгі іс-шара бұл осы Абай облысындағы 304 мектепте, яғни соның ішіндегі шалғай ауылдардағы мектептерге сондай инновациялық әдіспен білім беру үрдісін жақсартудың жағдаятында бізге көрсетілген демеушілік құрметпен көрсетілген бір тамаша шара деп ойлаймын. Осы орайда осыған дейін Алматы кітап баспасы бізге осы Семей қаласында 35-ші мектепте Абай атындағы тамаша кітапхананы сыйға тартқан болатын. Міне сол кезде осы Абай облысында 40-қа жуық осы шалғай аудандарда интернет желісі жұмыс істемейтін аудандардағы мектептерге осындай Top IQ Mobile Box бағдарламасы аясында өздерінің демеушілік көрсететінін айтқан болатын. Бүгінгі таңда сол айтқан уәделерін орындап, бүгін қаншама облысымыздың шалғай ауылдардағы кішкентай мектептерге үлкен қолғабысын беріп жатыр. Бұл оқыту үрдісі біздің оқушыларымызды жасанды интеллектпен және де осы инновациялық әдіс тәсілдермен және қолжетімді қылып әрбір білімнің терең мазмұнын көрсете алады. Яғни ол тек қана гуманитарлық емес, жаратылыстану барлық пәндер бойынша үлкен үлесін қосатын жақсы бағдарлама деп есептейміз. Жоба Алматы кітап баспасының Алматы кітап 1000 Мобибокс республикалық жобасы аясында іске асырылып отыр. Бастама еліміздің түрлі өңірлеріндегі ауыл мектептерін цифрлық білім беру ресурстарымен қамтамасыз етуді көздейді. Шара барысында баспа директоры Гаухар Саймасаева бұл бастаманың Абай облысы үшін маңызы зор екенін айтып, жоба ауылдық жерде білім алатын балалардың мүмкіндігін кеңейтуге бағытталғанын атап өтті. Жаңа ғана бір керемет шараның куәгері болдыңыздар. Біз арнайы осы Абай еліне жаңа жылдық тарту жасап, Семей облысының 40 мектебіне, ауылдық мектептеріне осындай арнайы топ мобил станцияны тапсырдық өз атымыздан. Бұл біздің Алматы кітап баспасының 3-ші өнімі. Біз оқулық жасаймыз, платформа шығардық. Енді мынау 3-ші өнім арнайы осы шағын ауылда тұратын балаларға арналған, солардың мектептердегі кітапханасына арналған. Президентіміздің оқуға құштар үлкен үндеуі бар. Соны қолдап, осындай өнімді біз арнайы шығардық. Бұл өнімде 400-ге жуық біздің кітаптар, оқулықтар орналастырылған. Бұл өнімді интернет бар кезде, әсіресе интернет жоқ кезде пайдалануға болады. Жаңа цифрлық оқу станциялары білім беру үдерісінің тиімділігін арттырып, оқушылардың өз бетінше іздену дағдыларын дамытуға оң ықпал етеді. Жалпы алғанда жоба ауыл мектептеріндегі білім сапасын жақсартуға және өңірлер арасындағы цифрлық алшақтықты азайтуға арналған маңызды бастама болып отыр. Тоғжан Макатаева, Ринат Оралов, Алишер Абилов, ТВ телеарнасы. Семей қаласының орталық алаңында жаңа жылдық бас шыршаның шамын жағу рәсімі өтті. Мерекелік шараға Абай облысының әкімі Берік Уәли қатысып, қала тұрғындары мен қонақтарын келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтады. Толығырақ сюжетте. Семей қаласының орталық алаңында жаңа жылдық бас шыршаның шамын жағу рәсімі өтті. Мерекелік шараға Абай облысының әкімі Берік Уәли қатысып, қала тұрғындары мен қонақтарын келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтады. Салтанатты кешке халықаралық және республикалық білім олимпиадаларының, спорттық жарыстар мен робототехника сайыстарының жеңімпаздары мен жүлдегерлері арнайы шақырылды. Аймақ басшысы дарынды оқушылармен бірге бас шыршаның шамын жағып, өскелең ұрпақтың жетістіктерін ерекше атап өтті. Рәсім барысында заманауи технологиялар қолданылып, шыршаның шамын жағуға жасанды интеллект элементтері тартылды. Құрметті Абай елі, құрметті жерлестер, құрметті қадірменді қонақтар, жаңа жыл әр шаңырақ үшін ең жылы, ең жарқын мерекенің бірі.
мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халқымыз 2 жылдың тоғыз ортысын ізгі ниетпен ерекше көңіл күймен күтеді. Өткен күндерді саралап, ескі жылға баға береді, арман мақсатын айқындап, болашаққа үлкен үмітпен қарайды. Бұл нағыз отбасылық мереке деп айрықша атап өткен болатын. Шын мәнінде бұл отбасы мүшелері бір дастархан басына жиналып, өткен жылға шүкір айтып, келер күннен жақсылық күтетін сәт. Бүгін бізде осы алаңда бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай болып, бас қосып, тату тәтті, арысы мен ынтымағы жарасқан өңір екенімізді тағы бір мәрте көрсетіп, оны осы жиналға алаңда өзіміз дәлелдеп отырмыз. Өтіп бара жатқан 25-ші жыл өңіріміз үшін үлкен нәтижеге толы болды. Биыл облыста әлеуметтік маңызы бар нысандар бой көтеріп, жолдар жөнделді, елді мекендердің инфрақұрылымы жақсара түсті, білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет пен спорт салаларында нақты істер атқарылып, халықтың тұрмыс сапасын арттыруға бағытталған жұмыстар жүйелі түрде жүргізілді. Алдағы жылда осы бағыттағы жұмыстарымызды жалғастыратын боламыз. Ең бастысы алдыға қойған жаңа жылда мақсаттарымыз айқын. Келер жылда өңіріміздің дамуын жалғастырып, жаңа жобаларды іске асырып, әр отбасыға жайлы, әр балаға қауіпсіз, әр азаматқа мүмкіндік беретін аймақ құру жолында белсене еңбек ететін боламыз. Бүгін сіздердің құрметтеріңізге эстрада жұлдыздары арнайы орталықтан шақырылды. Қаламыздың аспанын әнге бөлейтін болады. Бұдан бөлек демеушілердің қаражатымен орталық алаңдағы Арбат бойы 300 метр аумақ түгелдей жұлдызды аспан шамдарымен безендірілді. Қаланың әрбір аудандарына жаңа жылдық көңіл-күй сыйлау мақсатында 40-тан астам мафтар орнатылды. Осы алаңның өзінде өздеріңіз көріп тұрғандай 12 маф жаңа жылдық осы көңіл-күйге байланысты орнатылды. Сонымен қатар мемлекеттік және жеке кәсіпкерлік ғимараттар аймағы түрлі түсті жарықтармен әшекейленді. Сайып келгені мұның барлығы облыс тұрғындарына мерекелік көңіл-күй сыйлау мақсатында жасалып отыр. Жаңа жыл қарсаңында қала тұрғындарына мерекелік көңіл-күй сыйлау мақсатында демеушілердің қолдауымен орталық алаңдағы Арбат бойы жұлдызды аспан бейнесіндегі сәндік жарықтармен безендірілді. Сонымен қатар шаһардың барлық аудандарына 40-тан астам шағын сәулеттік формалар орнатылып, мемлекеттік және жеке кәсіпкерлік нысандар түрлі түсті жарық шамдармен әшекейленді. Мерекелік шара концерттік бағдарламамен жалғасын тапты. Кеш барысында эстрада жұлдыздары Әйгерім Қалаубаева, Әділет Шауғаша және жергілікті өнерпаздар өнер көрсетіп, жиналған жұртшылыққа көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. Қош келдің жаңа жыл, қош келдің туған өлкеге, жырым жақсылықты шырқайық. Жаңа жыл жаңаша, жаңаша болашақ, жырлайық бекер тұрмайық. Жаңа жыл сағынып жеткен, жасымыз қарқымыз қуанып күткен, әзілде жаңаша әнін тамаша. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл сағынып жеткен, жасымыз қарқымыз қуанып күткен, әзілде жаңаша әнін тамаша. Жаңа жыл, жаңа жыл. Сондай-ақ түрлі аниматорлар мен ертегі кейіпкерлері балаларға арнаған ойын-сауық бағдарламасын ұсынып, мерекелік атмосфераны жандандыра түсті. Жаңа жылдық бас шыршаның шамын жағу рәсімі Семей қаласында мерекелік іс-шаралардың басталуына серпін беріп, тұрғындардың бірлігі мен ортақ қуанышын айшықтай түсті. Тоғжан Мақатаева, Андрей Асачи, Алишер Абилов, ТВК Алтай телеарнасы. Абай облысының әкімі Берік Уәли дарынды балалармен кездесті. Толығырақ әріптесім Дария Аманова тарқатсын.
Абай облысының әкімі Берікуәли дарындыға дархан жол атты кездесу аясында өңірдің дарынды оқушыларымен жүздесті. Шара жыл бойы жоғары нәтижелерге қол жеткізген оқушыларды ынталандыруға, қолдау көрсетуге және олардың шығармашылық әрі зияткерлік әлеуетін арттыруға бағытталды. Кездесуге халықаралық және республикалық зияткерлік олимпиадалардың, шығармашылық байқаулардың, сондай-ақ спорттық жарыстар мен чемпионаттардың 61 жеңімпазы мен жүлдегері қатысты. Алғашқы Астана болған киелі шаһарымыз ежелден ол зияткерлікке бейім, білім, ғылымның орталығы болған қала. Оны тарихта біз жақсы білеміз. Семейде өткен осы ғасырда Алаштың алғашқы оқу орны ашылып, қазақ зиялыларының ізі қалғанын біз ешқашан ұмытпауымыз қажет. Сол кезде тарих терең шаһарымызда Мұхтар Әуезов аталарын, Қаныш Сәтбаев аталарын, Әлкей Марғұланның осы арманға қанат қақтырғанын айтсақ та, көңілімізге үлкен күш қуаты құйылатыны анық. Сол себепті Алаш үкіметінің астанасы ретінде осы Семейде Алаш ардақтыларының таңдап алуы бұл тегін емес деп айтуымыз керек. Өйткені осы жерден жаңа жоғарыда айтып өткендей зиялы адамдардың көз ашық көкірек бояу жастардың шығуы сол кездегі біздің бостандыққа, тәуелсіздікке ұмтылған алаш зиялыларының осы Семей қаласын біздің осы сол кездегі бостандыққа ұмтылған қазақтардың астанасы ретінде жариялауы бұл үлкен тарихи оқиға. Соны біздің жастарымыз біліп, санасына сіңіру қажет деп ойлаймын. Алаштың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлының бір керемет қанатты сөзі бар. Бұл жастарды қанаттандырады. Ол былай деп айтқан, өздерің біреу білсе, біреу білмес. Осы жастарға соны әдейі айта кеткім келіп тұр. Басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді болу үшін оқу керек, бай болуға кәсіп керек, ал күшті болуға бірлік керек. Азаматтар осы керектердің жолында қызмет ету керек деп үлкен бір біздің сол кездегі азаматтарымызға барша қазақ халқына аманат, өсиет айтқанын осы біз ұмытпауымыз керек. Бұл қай заманда да, қай ғасырда да болмасын, бұл қанатты сөз біздің жастарымыздың жадында жүру керек деп ойлаймын. Енді сонымен қатар білімнің туы көтеріліп, күллі қазаққа үлгі шашқан қасиетті жерде туып, қасиетті мекенде өсу мен білім қуудың істерге екі есе жауапкершілік жүктейтінін айтқым келеді. Осыны өздеріңіз нық сезініп, қайда жүрсеңіздер де осыны естен шығармай ұғынуларыңыз керек. Семей өз тарихында әрдайым білімді жастардың қаласы болып келген. Өйткені бұл жерден тарихта білеміз, өте жоғарыда айтқандай білімді жастар көп шыққан, қазір де солай, алдағы уақытта да солай болып қала бермек. Оған дәлел ретінде өздеріңіздің үлкен халықаралық жарыстарда жүлдегер болып жүргендер. Енді 25 жылы Абай облысының оқушылары үшін осы халықаралық және республикалық олимпиадаларда, және байқауларда табысты жыл болды деп айтсақ болады. Нақты цифрлармен сөйлейтін болсақ, 277 медальді біздің осы өзіміздің жерлестеріміз, дарынды оқушыларымыз жеңіп алды. Оны біз мақтанышпен айтамыз. Сол үшін барлықтарыңды шын жүректен құттықтағым келеді. Оның ішіндегі ең маңыздыларына тоқталатын болсам, халықаралық математика және информатика пәнінен Әл-Хорезми олимпиадасы, жасөспірімдер арасында халықаралық жаратылыстану ғылыми олимпиадасы, сондай-ақ математика, информатика, физика және химия пәндері бойынша Туймада халықаралық олимпиадасы, Нұрбек Жолдасбеков атындағы математика және механика бойынша зерттеу жобаларының халықаралық конкурсын айтуға болады. Сондай-ақ бұл жерде тағы маңызды жарыс өтті жазда. Ол халықаралық әскери патриоттық айбын жастар жиыны. Бұны да біздің жастарымыз осы қателеспесем Ақтөбе облысында, Ақтөбе қаласында өтті. Президенттің өзі қатысты. Сол жерде біздің жастарымыз үлкен жүлдені басқа облыстардан келген жастардан жұлып алып десек те болады. Сол себепті барша жеңімпаздарды мен шын жүректен құттықтаймын. Сондай-ақ біз
мектеп бітірген талантты жас балалар, кейбір бір-екі балл жетпей қалған оқушыларға мүмкіндік тудырып, жас түлектерге арнайы әкімнің грантын тағайындадық, 200 грант. Соны біз жастарға, студенттерге бөліп бердік. Оны ес аймақта жинап, оларға үлкен мотивация беріп, жастарға осы туған жерге туыңды тік, туған еліңе қызмет ет деп, үлкен сол жерде алдарына бағдар бердік. Бұл облыстағы осы жоғары білімді кадрларға қажеттілікті ескере отырып, осы арнайы педагогикалық, экономикалық, техникалық, құрылыс, медициналық және ауыл шаруашылығы, сондай-ақ IT мамандықтар бойынша осы Семей қаласындағы өзіміздің 3 жоғарғы оқу орнының грант ретінде осы оқу орындарына 200 грантты бөліп бердік. Оларды арнайы табыстаған соң, олармен жаңа кездесіп, осы грантты иеленіп, білім алып оқығаннан кейін өздерінің ауылдарына, өздерінің туған жерлеріне қызмет етуді айтып, оларды біз патриоттық тәрбиеге шақырған болатынбыз. Енді бүгін өздеріңізбен кездесіп, дарынды балалар бұл енді олимпиадаларда, үлкен жобаларда, жарыстарда жеңіске жетіп қана қоймай, жаңа идеяларға жол ашып, үлкен жауапкершілікті арқалап жүрсіңдер. Алдарында үлкен мақсат мұраттар бар. Бүгін беріліп отырған осы сертификат бұл шағын болса да, марапат емес, бұл болашаққа сенім, қолдау және жаңа мүмкіндіктер ашу керек деп ойлаймыз. Басқаларға мотивация болу керек. Өздерінде бұдарында жоғары жетістікке жету үшін еңбектеніп, осы білімге деген құштарлықтарыңызды алдыға қою керек деп ойлаймын. Енді өйткені талантты жастарға өз әлеуетін туған жерінде жүзеге асыруға жағдай жасау, ол барлығымыздың ортақ міндетіміз. Сол үшін біз облыс әкімдігі өздеріне барлық жағдай жасаймыз. Енді осы орайда мен бір ерекше өздеріне сүйіншілі жаңалығымен бөліскім келіп отыр. Ол биылғы оқу жылы аяқталғаннан кейін осы халықаралық олимпиаданың жүлдегерлеріне осы мамыр айының соңында, болмаса маусым айының басында осы облыс әкімінің қомақты мөлшердегі стипендиясын тағайындағанымызды жария еткім келіп отыр. Сол себепті бұл қуанышпен өздеріңізбен бөлісіп хабарлағым керек. Ең бастысы бұл білімге құштар, талапты, өздеріңіз сияқты талантты, дарынды жастарға берілген үлкен мотивация деп ойлаймын. Өйткені біз осы кездесу алдында біз осындай үлкен шешім қабылдап отырмыз. Бұйырса біздің осы жақсы үлкен жетістікке жетіп, халықаралық олимпиадаларда үлкен марапатқа ие болған, басқаларға үлгі көрсеткен еліміздің, облысымыздың атын шығарған азаматтарға 18 стипендия тағайындаймыз. Неге 18 дейтінге келетін болсақ, бұл 18 біздің регион, 18-ші регион мемлекет басшысының өзі ашқан. Сол себепті әр балаға, әр стипендияға 1 миллион теңгеден 18 миллион теңгені біз тағайындап отырмыз. Өздеріңізге деген берілген бір үлкен мотивация болады деп ойлаймын. Енді біз өз тарапымыздан барлық жағдайды жасап, жастарымызға жағдай туғызамыз, жақсы білім алуына, өздерінің дамытуына. Сол себепті күні кеше ғана өздеріңіз жақсы білесіздер, мемлекет басшысының тікелей қолдауының құрылысы осыдан 2 жыл бұрын басталған оқушылар сарайын пайдалануға бердік. Бұның жалпы аумағы 9800 шаршы метр. Оның 500 балаға шақталған, бірақ осы ауысымен 1,5 мыңға дейін балаларды қабылдай алады. Бұл оқушылар сарайында кеше аралап көрдік. Бұндай оқушылар сарайы әр облыста бар еді, бізде бірінші салынып отыр. Бұндай оқушылар сарайы жалпы еліміз бойынша біздің облыстағы Семейдегі 10-шы оқушылар сарайы екен. Бұны BI Group осындай республикамыздың әр қаласында салып жатыр. Бұл жерде балаларымыз, оқушыларымыз спортпен,
айналысуына болады. Бокс бар, оның ішінде үстел теннисі, бассейн, әртүрлі шахматпен айналысуға болады. Тоғызқұмалақ, түрлі спорттық ойындар бар. Одан бөлек ғылыми зерттеулер мен шығармашылықпен айналысуларына өздерінің дыбыстарын жазып, күй, домбыра, гитара, пианино, скрипка жаңағы барлықтарымен өздерінің шабыттарын, шығармашылықтарын шыңдауға мүмкіндік алады. Бұл орталыққа бару керек, өздерін дамыту керек. Сондай-ақ бұл жерде қазіргі президентіміз айтып жүрген IT саласы бойынша да үлкен жобаларды осы оқушылар сарайының ғимаратында орналастырып, балаларға сондай мүмкіндік тудырамыз. Бұл енді осындай мүмкіндік жасап отырған президентімізге осы Семей жұртшылығы оқушылар атынан алғыс айтқымыз келеді. Енді қадірлі жастар, оқушылар, дарынды балалар, бүгінгі жетістік ол ертеңгі үлкен өзгерістердің бастауы. Президентіміз айтқандай, білім мен ғылым табысқа жетудің ең басты кілті өскелең ұрпаққа тағылымды тәрбие және озық білім беру өте маңызды міндет деп мемлекет басшысы атап өткен. Енді Абай облысының ғана емес, тұтас Қазақстанның болашағы өздерінің қолдарында. Сіздердің енді алдарында үлкен армандар, мақсат, мұраттар тұр. Бүгінгі бұл жеңіс үлкен жолдың бастауы. Алдағы уақытта елге адал қызмет етіп, отанымызға қызмет етуден артық мақсат, мұрат жоқ. Осыны саналарымызға түйіп алуларымыз керексіздер. Ең бастысы ол туған жерге қызмет ету. Сол себепті туған жердің дамуына үлес қосып жұмыс жасасаңыздар, ешқашанда адаспайсыздар. Үлкен армандаудан, үлкен алдыға мақсат, мұрат қоюдан қорықпау керек. Қайта керісінше батыл қадамдар жасап, өздеріңізді дамытып, соған жету жолында барлық жағдайды біз жасауға тырысамыз. Сіздер сол бағытта жұмыс жасаңыздар. Бірнеше жыл өткен соң бүгінгі кездесуде өңіріміздің дамуына серпін берген бір ерекше бас қосу кездесу болды деп айтып жүретін болар. Мен оған сенімдімін. Сол себепті бүгінгі кездесуге жиналған дарынды жас өрендер, жастар, оқушылар, біз енді Абай жұртшылығы, халқы өздеріңізге зор үмітпен, сеніммен қарап отырмыз. Өйткені осы сіздердің қолдарыңыздан келеді. Жарқырап жанып тұрған жастарсыздар. Және жоғарыда үлкен біздің жерімізден шыққан ұлы тұлғаларды айтып, сіздерге қайрап, үлкен мақсат, мұраттарға жету үшін үлкен мотивация беріп жатырмыз. Ол сол сенімді ақпараттарыңызға мен сенемін. Жарқын жеңістер мен жаңа мүмкіндіктер алдарыңызда тұр. Сол себепті соған мықты күш қайрат, ыстық қайрат, Абай атамыз айтқандай, сол үшеуін тең ұстасақ, біз барлығына қол жеткіземіз деп ойлаймын. Ең бастысы бүгінгі кездесуде емен жарқын әңгімелесіп, бірімізге қолдау көрсетейік. Сол себепті сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайын. Бүгін Абай облысының әкімі Берік Уәли дарындыға Дархан жол атты, дарынды балалармен кездесу өтті. Бұл кездесуге 61 бала қатысты. Ол балалар халықаралық, республикалық деңгейде жүлдегерлер, бірінші, екінші, үшінші орын алған. Жиын барысында ашық пікір алмасу ұйымдастырылып, оқушылар өз жетістіктері, алдағы мақсаттары мен болашақ жоспарлар жөнінде ой бөлісті. Сонымен қатар облыста дарынды балаларды қолдау бағытында жүзеге асырып жатқан бастамалар, білім мен ғылым саласын дамыту мәселелері талқыланды. Халықаралық жасөспірімдер арасындағы жаратылыстану пәндері бойынша олимпиада қола жүлдегер иесімін. Және де республикалық олимпиада химия пәні бойынша абсолют чемпионмын. Менің жетістіктерімді айта кететін болсам, мен 2023-24 жылғы оқу жылының республикалық ғылыми жоба конкурсының тарих пәнінен екінші орын жүлдегері, 2024-25 жылғы жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың екінші орын жүлдегері, және де осы 2025-26 жылғы жалпы білім беретін пәндер бойынша ауыл олимпиадасының үшінші орын жүлдегері атандым. Айта кететін болсам, бүгінгі кездесу өте жоғары деңгейде өтті. Біз
облысымыздың әкімі Берікуәли ағамен кездесіп, ол кісімен пікір алмасып, және де оқушылармен біріміз танысып, коммуникация құралдық деп айта аламын. Кездесу қорытындысында Абай облысы әкімінің атынан үздік жетістік көрсеткен оқушыларға ашылай сертификаттар табысталып, еңбектері жоғары бағаланды. Дария Аманова, Ринат Оралов, Әлшер Абилов, ТВ-6 телеарнасы. Абай облысында энергетика саласының мамандарына құрмет көрсетілді. 22 желтоқсан энергетика саласы қызметкерлері күніне орай облыс әкімі Берікуәли энергетика саласының мамандарымен кездесіп, кәсіби мерекелермен құттықтады. Шара барысында энергетика саласында көп жылдық адал еңбегімен және жоғары кәсіби шеберлігімен ерекшеленген бірқатар азаматтарға мемлекеттік наградалар, энергетика министрлігінің құрмет грамотасы және облыс әкімінің алғыс хаттары табысталды. Теплокоммунэнерго муниципалдық қазыналық коммуналдық кәсіпорны электр қондырғылары элементтерін ораушы Светлана Кротова президент жарлығымен еңбек даңқы орденімен марапатталды. Сондай-ақ сала үздіктеріне энергетика министрлігінің электроэнергетика саласына қосқан үлесі үшін медалі, еңбек сіңірген энергетик және құрметті энергетик төсбелгілері берілді. Ақпарат Абай облысы әкімдігінің әлеуметтік желісінен алынған. Абай облысында үлгілі ауыл облыстық байқауының жеңімпаздарына 20 трактор табысталды. Бүгін облыс әкімі Берікуәли Таза Қазақстан Республикалық бағдарламасы аясында жарияланған облыстық үлгілі ауыл байқауының жеңімпаздары марапаттады. Шара барысында өңірдің 20 ауданы мен 20 ауылына салтанатты түрде 904 маркалы 20 жаңа трактордың кілті табысталды. Салтанатты шара барысында сөз сөйлеген аймақ басшысы тазалық мәдениетін қалыптастыру әр тұрғынның жауапкершілігі екенін айтты. Ақпарат Абай облысы әкімдігінің әлеуметтік желісінен алынған. Облыс әкімі Берікуәлидің төрағалығымен әкімдік отырысы өтті. Жиында 2025 жылдың қорытындысы бойынша облыстық бюджеттің атқарылу болжамы, өңір тұрғындарын ауыз сумен қамту барысы, ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін әлеуметтік инфрақұрылым нысандарын бейімдеу және инфрақұрылымды жақсарту жөніндегі жоспарды орындау және 2026 жылға арналған жоспарды бекіту мәселелері қаралды. 1 желтоқсандағы жағдай бойынша облыстық бюджет бойынша жоспар 122,7%-ға орындалып, 19,4 миллиард теңге игерілді. Қалалар мен аудандар 121,4 миллиард теңге игеріп, жоспарды 105,1%-ға орындады. Мемлекет басшысының халықты 100% ауыз сумен қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмасын орындау бойынша биыл облыста 33 жоба жүзеге асырылуда. Ақпарат Абай облысы әкімдігінің әлеуметтік желісінен алынған. Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі отырыс өтті. Әкім аппаратының басшысы Еркен Беркеновтің төрағалығымен құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі ведомствоаралық комиссиясының кезекті отырысы өтті. Жиынға бөлім басшылары, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, сондай-ақ мемлекеттік мекемелер мен тиісті сала өкілдері қатысты. Отырыстың күн тәртібінде 2025 жылғы қылмыстық ахуалдың жай-күйі мен оның қорытындылары талқыланды. Сонымен қатар 102 жедел желісіне келіп түскен құқық бұзушылықтар туралы хабарлардың саны, сипаты және олар бойынша қабылданған шаралар қаралды. Сондай-ақ қоғамдық көліктердегі қауіпсіздікті арттыру, жол көлік оқиғаларының алдын алу, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында атқарылып жатқан жұмыстар баяндалды. Ақпарат Семей қаласы әкімдігінің әлеуметтік желісінен алынған. Назарларыңызға 24 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Бүгінгі жаңалықтар топтамасын назарларыңызға ұсындық. Облысымызда болып жатқан маңызды оқиғаларды алдағы шығарылымдарда назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сіздермен бірге болған ТВ-6 арнасының жаңалықтар қызметі.